Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Осыдан бірнеше күн бұрын ұбт-ға дайындағанға кітапқа тапсырыс берген болатынмын. Кітап Алматы қаласынан келді. Бүгін постаматқа келіп түскен болатын. Жаңа барып кітабымды алдым. Осындай қалың 4 кітап қой, дүниежүзі тарихы. Арнайы анықтамаларымен, тапсырмаларымен бар. Енді кітапты өзіме алғанның өзінде оқушылардың білімі үшін ғой негізі. Әрбір қазақ жастары білімді болса екен деп ойлаймын. Енді барлығымыз жаспыз ғой, дегенмен де қазіргі өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ білімді болса екен деп ойлаймын. Себебі ертеңгі күні еліміздің тұтқасын ұстайтын дәл сол жастар ғой. Сондықтан осы жастар білімді болу үшін бар күшімді саламын. Енді бала кезден өзімнің әдетім кітап сатып алуға келген кезде ақшаны үнемдеп ондай жоқ екен негізі. Қымбатты кітап болса да алуға тырысам. Егер де өзімнің айтады ғой, талғамымда кітап болса. Сондықтан жалпы білімге, кітапқа келген кезде адам есептеспеу керек негізі. Себебі кітап дегеніміз, білім дегеніміз ол адамды алға жетелейтін рухани байлық қой. Сондықтан білім мәселесіне келген кезде есептеспеңіздер. Сіздерге осыны айтқым келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.